Сәлем, мен Дархан. Мен тарихшы емеспін, немесе тарих ғылымдарының докторы емеспін, бірақ менде өте керемет материалдар бар. Және сол материалдарға сүйене отырып, қазір бір видео көретін боласыздар. Және бүгінгі видеомыз Кенесары хан туралы болады. Кенесары хан 1802 жылы Ресей империясының нағыз колонизация уақыттарында дүниеге келген болатын. Ол Шыңғыс тұқымы атақты Абылай ханның немересі және қазақтың соңғы ханы деп саналады. Өйткені ол 300-дің ішінде ең соңғы хан титулына ие болған еді. Жарайды, бұны барлығыңыз білетін боларсыздар. Негізгі тақырыптарға көшейік. Кенесары хан өздеріңіз білетіндей көтерілістің басшысы болды. 10 жылға созылған ірі көтеріліс сол кездегі Ресей империясының қазақтар туралы басқаша ойлауларына сеп болды. 1938 жылы орыс үкіметінен қорықпай Ақмола бекінісін өртеп жіберді және кең байтақ ұлан-ғайыр Сарыарқада өз билігін құрады. Кенесары хан көтерілісіне дейін қазақтар 18 ғасырда екі көтеріліске қатысқан болатын. Біріншісі Емельян Пугачев бастаған батыстағы көтеріліс және Сырымдатұлының көтерілісі. Екеуі де өкінішке орай нәтижесіз аяқталды. 1822 жылы Сібір генерал-губернаторы Сперанский мынадай реформа жасайды, және ол реформаның аты Сібір қырғыздарының жарлығы деп аталынды. Ол жарлық бойынша әрбір қазақ даласы округтерге, одан болыстарға, облыстарға өздерге бөлініп тасталынды. Бұл реформаның қазақтарға мынадай жақсы жағы бар. Осы кездерден бастап қазақ даласы бірыңғай орталықтан басшыландырылған системаға ене бастады. Ал жаман жағы орыс үкіметі, Ресей империясы бөліктерге бөліп тастау арқылы қазақ даласына колонизацияны одан сайын тездетті. Және осы кезден бастап қазақ даласында хан титулы жойылды. Бұрынғыдай Шыңғыс тұқымдары хан тағына отырмайды енді. Енді аға сұлтандар, облыстың басшылары, басқа да лауазымды титулдар сайланды және бұлар Ресей үкіметі тарапынан сайланатын болды. Бұл біріншісі деп алайық. Екіншісі, орыс үкіметі жаңағы Орынбор, Орыс шептерінен өте көп кішкентай бекіністерді сала бастады. Бұл бекіністерді салу арқылы сол жердегі территорияларға, қазақ даласындағы қазақтарға сол жерге мал жаюға және қоныстануға тыйымдар сала бастады. Бұны екіншісі деп алайық. 1824 жылы Ресей империясы қазақ даласына кибитканы тағайындайды. Кибитка дегеніміз жұрт салығы. Жұрт салығы, яғни кәдімгі басқа Ресей империясының тұрғындары сияқты қазақтар да Ресей империясына салық төлеп тұратындай болды. Бұның несі жаман? Біріншіден, қазақтар бұрын соңды салық төлеп көрмеген болатын, сондықтан бұл салық төлеу қиындықтарға туғызды. Бұны үшінші себеп деп алыңыздар, және осы айтылған үш себеп Кенесары ханның көтерілісіне басты себептердің бірі болды. 1841 жылдың маусымында бүкіл халықтық құрылтайда Кенесары хан бүкіл қазаққа хан сайланады. Бірақ кейбір қазақ рулары мен тайпалары Кенесары ханның титулын мойындамайды, өйткені көбісі орыстар бәрібір бағындырады деп ойлайды. Екіншіден, олар Кенесары ханға да салық төлегісі келмеді. Өйткені Кенесары хан да қазақ даласында өзіндік салық жүйесі зекетті енгізген еді. Және одан басқа Кенесары ханның барымтасы ұнамады. Өйткені кімде-кім Кенесары ханға бағынбаса, кішігірім жаңағы қазақ ауылдарын Кенесары хан бүкіл малын барымталап кететін болған. Бұл көптеген қазақ ауылдарына, руларына ұнамады, сондықтан Кенесары ханға бағынудан бас тартты. Логикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, қарапайым бұқара өздеріне тиімді шешімдерін қабылдаған. Ал бірақ Кенесары хан тұрғысынан алатын болсақ, бәрі басқаша. 1839 жылы 1000 адамды қолмен генерал Перовский бастаған жасақ Хиуаға басып кіреді. Және өте үлкен жеңіліске ұшырайды. Перовский тіпті өз жанын арашалап әрең тірі қалады. Осы кезден бастап Ресей империясы үшін Орта Азияда екі проблема пайда болады. Хиуаны 1000 қолмен басып ала алмайды. Ал мына жағында Кенесары хан өз бөлігін жасап жатыр. Және егер Хиуа жақ пен Кенесары күштерін біріктірсе, бұл проблема еселенер еді. Дәл осы кезде Кенесары хан осыны ұғады және осыны пайдаланып қалғысы келді. Сондықтан Қоқанпен альянс құрады. Альянс дегенде қалай? Қоқан жақтағы қазақ құлдар
Кенесары ханның тарапына өтеді. Яғни екеуінің арасында кішігірім келіссөздер болып тұрады. Екеуіне де қатысты. Енді бағанағы қазақтар туралы айтайық. Кенесары ханға бағынбаған қазақтар туралы. Олардікі не үшін дұрыс емес, және Кенесары хандікі де не үшін дұрыс. Қараңыз, мына кружканы алайық. Мына кружканың ұстайтын жағы мен үшін оңға қарап тұр. Ал сіз үшін солға қарап тұр. Екеуміздікі де дұрыс. Жаңағы қазақтар мен Кенесары ханның арасындағы ситуацияда осы кружканың мысалына ұқсайды. Екі жақтікі де дұрыс, бірақ өзіндік дұрыс. Яғни Кенесары хандікі де дұрыс. Ал қазақтар жаңа Кенесары ханға бағынбайды ғой. Олардікі де дұрыс, өйткені олар өздерінің қамдарын ойлады. Егер Кенесары ханға жаңа қазақтар бағынғанда және Хиуа Қоқанпен біріккенде альянс құрғанда Ресей империясына соққы бере алар еді ғой деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ өкінішке орай Хиуа мен Қоқант көп ұзамай Ресей империясының қол астына кіріп кетеді. Ақыр соңында үміт болмағаннан кейін Бұхарамен альянс құруға мәжбүр болады. Мен бұл әңгімені бекерге айтып жатқан жоқпын. Қазір қырғыздармен болатын мысалда көретін боласыздар. Енді қырғыздарға келейік. Көп алып қашпа өсек аяндар бар. Кейбіреулер тіпті Кенесары хан намаз оқып жатқанда артынан пышақ тығып өлтірген деп айтып жатады. Бұлардың барлығы негативті ойлар және үлкен ақымақтық. Өйткені сол кездерде қырғыздардың өзі мұсылман болған және мұсылманды намаз оқып жатқанда өлтіреді деп ойлау өте ақымақтық деп ойлаймын. Енді мен не болғанын айтып берейін. Кенесары хан Бұхарамен ерегісіп, Орта жүзге қайта келгенде, Орта жүздің өте үлкен аумағы Ресей империясымен отарланып қойғанын көреді, және Жетісу жаққа шегінуге мәжбүр болады. Жетісу жақта қырғыздардың жеріне өте қалың қолмен кіріп кетеді. Енді қырғыз манаптар да шыдап тұрмайды ғой. Олар Кенесары ханға бағынудан бас тартады, және 1847 жылы Майтөбе Кекілік Сеңгір жерінде үлкен шайқас болады, және қырғыздар бұл шайқаста жеңеді. Кенесары хан тұтқынға алынады, және қырғыз манаптары Кенесары ханға өлім жазасын береді. Кейбір қазақтар немесе кейбір қырғыздар осы оқиғадан кейін бір-бірлеріне жау және негативті көзқараспен қарайды, және бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Мүлде дұрыс емес, өйткені ол дәуір сол дәуір, ал біздің дәуір басқа дәуір. Екеуі екі бөлек дәуір, және сол дәуірге бола қазірде жауласып жату бұл мүлде дұрыс емес деп ойлаймын. Ол кезде қырғыздар өздеріне тиімді жағын ойлады, және Кенесары хан да өзіне тиімді жағын ойлады. Қырғыздар мүмкін қозғалысқа қатысқысы келмей, Ресейдің қолына беріле салған жөн көрген шығар, өздерінің ұрпақтары аман қалсын деп. Ал Кенесары хан болса, мүмкін қырғыздармен біріккенде жеңетін шығармыз деп ойлаған шығар. Яғни бағанағы кружканың ситуациясы сияқты. Қараңыз, мынау кружка мен жаққа оң жағы қарап тұр, сіз жаққа сол жағы қарап тұр, ұстайтын жағы. Және екеуміздікі де дұрыс. Яғни дәл жаңағы қырғыздар мен Кенесары ханның ситуациясы. Және екеуінікі де өзіндік дұрыс жақтары бар. Сондықтан қырғыздарды немесе қырғыздар қазақтарды айыптай алмайды. Және осы видеоның негізгі идеясы, негізгі мақсаты да қырғыздар мен қазақтар арасындағы негативті көзқарасты азайту болатын, және мүмкін бір себін тигізер деп ойлаймын. Ал Кенесары хан туралы не айта аламыз? Ол әлбетте қазақ даласында дара туған тұлға, мықты политик, тактик және стратег. Қазақ даласы тарам-тарам болып жатқанда үлкен системасы бар ел құра алды. Ондық, жүздік, мыңдықтар системасын қазақ даласына енгізе алды. Генерал Жемчужников өзінің рапортында Кенесары хан армиясының ұстап алу қиын екендігін айтқан болады. Әрбір сарбаз 20-ға дейін атпен жүреді, және біріне мінгенде қалғандарын демалдыртып, өте ұзақ қашықтықтарды өте аз уақытта бағындыра алатынына таңғалғанын жазған. Және видеомыз аяғына жетті. Тамам. Егер видео ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, біздің ВК, Инстаграм парақшаларымыз туралы ұмытпаңыздар. Және келесі видеоларда жүздескенше.